Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы көне түркі жазбалары және қазақ жазуы бөлімі бойынша бірінші сабақ. Көне түркі жазбалары баға жетпес құнды байлық. Сабағымыздың мақсаты тыңдалым дағдысы бойынша тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпараттан астарлы ойды анықтау. Әдеби тілдік норма бойынша тақырып бойынша бас әріппен жазылатын күрделі құрама атауларды орфографиялық нормаға сай жазу. Кіріспе бөлім жаңа материалдарды ұсыну кезеңінде тыңдалым алды тапсырма. Болжау стратегиясы арқылы сабақтың тақырыбына болжам жасайды. Тыңдалым тапсырмасы. Бірінші тапсырма. Бейнебаянды мұқият тыңдаңыз. Бейнебаян бойынша берілген сұрақтарға жауап беріңіз. Астарлы ойды анықтаңыз. Астарлы ойды өмірмен байланыстыра мысал келтіріңіз. Экранға назар аударыңыздар. Бір заманда түркілер мекендеген Енесей өзенінің бойында, қазіргі Моңғол Халық Республикасының астанасы Улан-Батырдың батысында орналасқан тастағы жазулар Орхон ескерткіштері деп аталады. Олар 7-8 ғасырлардағы түркі қағанатының тұсында жасалып хатқа түсірілген. Ескерткіштердің біріншісі Күлтегінге, екіншісі Білге қағанға, ал үшіншісі Тоныкөкке арналған. Даңқты қолбасшы Күлтегін 731 жылдың жазындағы бір соғыста дүние салып, келесі жылы оның басына ағасы Білге қағанның ұлы Йоллық деген ескерткіш тас қойғызады. Күлтегіннің жорықтарын жырға қосып, оны көне түркі жазуымен ескерткішке қашап жаздырады. Ескерткіштер туралы 1818 жылы тұңғыш мәлімет берген Григорий Иванович Спасский болса, олардың Еуропа ғалымдарына толық таныстырылуы орыс саяхатшысы Николай Михайлович Ядринцевтің есімімен тығыз байланысты. Тасқа қашалған руналық таңбаларды алғаш түсініп оқып шыққан Дания ғалымы Вильгельм Томсон болды. Ол 1893 жылы 25 қарашада Дания ғылым академиясының мәжілісінде Орхон жазба жәдігерлерін оқудың кілтін тапқандығын, оның көне түркі тілінде жазылғандығын, алдымен оқыған сөздері тәңірі және түрік деген сөздер екенін жариялады. Кейін жыр мәтіндерін академик Василий Васильевич Радлов аударып шықты. Қазақ ғалымдары Сәрсен Аманжолов, Ғұбайдолла Айдаров, Құлмат Өмірәлиев, Мырзатай Жолдасбеков, тағы басқа түрік танушылар Орхон жазба жәдігерлерінің түркі тіліндегі мәтінін оқып, оны тілдік, әдеби, тарихи және ғылыми тұрғыдан зерттеді. Осы зерттеулерден кейін Құлпытастарға қашалған жазулар Күлтегін батырдың ерлік істері туралы қаһармандық дастан екендігі белгілі болды. Келесі кезекте білім алушылар бейнебаян бойынша жетекші сұрақтарға жауап береміз. Бірінші сұрақ. Көне түркі жазулары қай кезеңде пайда болды? Екінші сұрақ. Көне түркі жазу ескерткіштері қай жерлерден табылған? Үшінші сұрақ. Руна сөзі қандай мағына береді? Дескрипторлар. Мәтін мазмұны бойынша ақпаратты анықтайды, берілген сұрақтарға жауап береді. Білім алушылардан 2 жұлдыз 1 тілек әдісі бойынша кері байланыс алынады. Екінші тапсырма тәжірибелік кезеңнің негізгі бөлімі бойынша жеке жұмыс жасалады. 2 жақты күнделік әдісі. Мәтінді түсініп оқыңдар. Суретпен байланысын анықтап, ой тұжырымын жасаңдар. Кестені толтыру арқылы әр бөліктегі маңызды ақпаратты іріктеп, баяндау желісін сақтай отырып,
жинақы мәтін жазады. Жеке жұмыс жүргізеді. Кесте. Бірінші кестеге әр бөліктегі маңызды ақпаратты іріктеп алыңыз. Екінші кестеге мәтіннің баяндау желісін сақтай отырып, жинақы мәтін жазыңыз. Дескриптор. Білім алушылар мәтіннің әр бөлігінен маңызды ақпараттарды іріктейді, мәтін мазмұнын сақтайды, аннотация жазады. Оқушылар дескриптор арқылы бір-біріне кері байланыс береді. Әдеби тілдік норма бойынша бас әріппен жазылатын күрделі атаулар. Бірінші, адамның өз аты, әкесінің аты және фамилиясы, сондай-ақ лақап аты бас әріппен жазылады. Мысалы, Абай, Құнанбаев, тағы басқа. Екінші, кісі аттарының алдынан не соңынан адамның белгілі бір қасиетін, кемістік жетістігін, тағы басқа көрсететін сын есімдер, тұрақты эпитеттер қосылып, жалқы есімге айналады. Мысалы, ертөстік, қыз жібек, тағы басқа. Үшінші, жер-су, мемлекет, облыс, өлке, аудан, ауылдық кеңес аттары өзіне қатысты жалпы есіммен тіркескенде бірінші сөз ғана бас әріппен жазылады. Егер ол күрделі сөзден жасалса, әр сөзі бас әріппен жазылады. Мысалы, Ресей мемлекеті, Алтай өлкесі. Төртінші, жеке мемлекет ретіндегі республика, мемлекет одақтарының, географиялық аймақтардың, халықаралық ұйымдардың атауларының әрбір сөзі бас әріппен жазылады. Мысалы, Қазақстан Республикасы. Бесінші, қысқарған күрделі атаулардың әр сөзі бас әріппен жазылады. Мысалы, ТМД, Тәуелсіз мемлекеттер достығы. Үшінші тапсырма. Бас әріппен жазылатын күрделі атауларға мысалдар жазыңдар. Бірінші, тарихи тұлғалар, кісі аттарының алдынан не соңынан сын есімдердің тіркесуі. Екінші, жер, су, мемлекет, облыс, өлке, аудан, ауылдық кеңес аттарының өзіне қатысты атаумен тіркесуі. Үшінші, республика, мемлекет одақтарының, географиялық аймақтардың, халықаралық ұйымдардың атаулары. Төртінші, қысқарған күрделі атаулар. Міне, осы атауларға байланысты мысалдар келтіреміз. Білім алушылар, сабақты бекіту кезеңінде 4 сөйлем әдісін пайдаланамыз. Оқушылар тақырып туралы пікірлерін білдіреді. Пікір. Тыңдаған мәтін бойынша өзіндік пікірлеріңді бір сөйлеммен жазыңдар. Дәлел. Пікірлеріңді бір сөйлеммен дәлелдеңдер. Мысал. Пікірлеріңді өмірмен байланыстырып, мысалдар келтіріңдер. Қорытынды. Мәтін мазмұны бойынша қорытынды шығарыңдар. Білім алушылар бір-бірін мадақ, сын, мадақ әдісі арқылы бағалайды. Өзін-өзі бағалау немесе өзін-өзі тексеру кезінде оқушылар 3-2-1 стратегиясы арқылы кері байланыс жасайды. Бірінші, бүгінгі сабақтан алған 3 маңызды ақпарат. Екінші, бүгінгі сабақта қиындық тудырған 2 аспекті. Үшінші, бүгінгі сабақта ұнаған бір іс әрекет. Үй тапсырмасы. Білім алушылар көне түркі жазбаларына байланысты тест құрастырады. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Қош, сау болыңыздар.